Қазақ өркениеті, қазақ халқының ұлттық мәдениеті. Арма қадірменді тыңдарман, сіздерді қазақ өркениеті хабарын тыңдауға шақырамыз. Біз бала туғаннан бастап, өсіп жетілгенше онымен қатар жүретін салт дәстүрлер тақырыбын жалғастырамыз. Ұйқашар. Той мереке алдындағы түнде қыз келіншектер жігіттер ұйықтап қалмасын деп жақсы тағамдардан ұйқашар тамағын дайындайды. Ұйқашар қыз жігіттердің бір-біріне деген сезімі мен махаббатын арттыра түсуге себепші болған. Селт еткізер. Ұйқашар дайындап, өздеріне құрмет көрсетіп, қызмет етіп жүрген бой жеткен қыздардың ішінен жігіттер өздеріне ұнағандарына сырға, сақина, білезік секілді сый-сияпат ұсынады. Ол жігіттің ойын сезген қыздар әрине селт кете қалады. Сондықтан да бұл сый селт еткізер деп аталады. Сүндет тойы. Һәм оның атқа мінер сүндет тойы, тойға сойған үйінің жылқы қойы. Сұлтанмахмұт Торайғыров. Еркек баланы тақ жасында, яғни 3-5-7 жасында сүндетке отырғызады. Сүндеттелудің денсаулыққа тазалығы да пайдасы да мол. Баланы сүндеттеу үлкен рәсім, бұл ата-ананың борышы. Рәсімнің сүндет тойы деген сияқты жөн жоралары болады. Қайырлы болсын, құтты болсын айтылып, шашу шашылады. Сүндет міндеті бұрын қожа, молдаларға ғана тапсырылса, қазір оны дәрігерлер де жасай береді. Бұрынғы кезде ауқатты адамдар бала сүндеттелгенде үлкен той жасаған, оны сүндет тойы деп атайды. Бұл дәстүр оңтүстікте әлі де сақталған. Құлақ тесу. Қыздың құлағын тесу дәстүрге енген ежелгі ғұрыптың бірі. Әдетте бойжеткеннің немесе балиғатқа толған 9 жасар, кейде одан да кішірек қыздың құлағын тесу үшін қыздың шешесі, жеңгелері, апалары жиналады. Құлақты уқалап, жанын келтіріп, қыздырылған жуан ненемен немесе кәдімгі тарымен теседі. Ол үшін екі тарыны құлақтың сырғалығының екі жағынан бірінің тұсына бірін дәл келтіріп уқалайды. Бір қызығы, тесілген құлаққа қызыл иттің жүнін есіп өткізеді. Үлкен кісілер иттің жүнін өткізсе, құлақ ісімейді, қотырланбайды, жара түспейді дейді. Өйткені қазынасы кең халық емдік құпиялардың да бір сырын білген болар. Халық ұғымында қыздың құлағын тесу оны сүндеттеумен бірдей деген қағида бар. Бұл халық сөзі. Осымен бүгінгі хабарымызды тәмамдаймыз, қадірменді тыңдарман. Келесі хабарымызға дейін аман сау болыңыздар.